Магниттік өрістердің өзара әрекет салдарынан тогы бар екі өткізгіш өзара тартылады немесе тебіледі. Тогы бар өткізгіштерді бір-біріне қатар орналастыра отырып, француз физигі Андре Ампер токтардың магниттік өзара әрекетін, параллель бағыттас токтардың тартылатынын, параллель қарама-қарсы бағыттас токтардың тебілетінін байқады. Ампер тәжірибелерінде бірінші өткізгіштің магнит өрісі екінші өткізгішке, ал екінші өткізгіштің магнит өрісі бірінші өткізгішке әрекет етеді. Параллель бағыттас токтар жағдайында ампер күштері бір-біріне бағыттас болды да, өткізгіштер бір-біріне тартылады. Токтар параллель қарама-қарсы бағыттас жағдайда ампер күштері қарама-қарсы бағытталды да, өткізгіштер бір-бірінен тебіледі.